жатақхана 11-ден кейін кіргізбейтін болғасын, қонуға баратынбыз. Ол жаңағы мына комнатасында бір бөлмесінде адамдар тұрады, мына бөлмесінде Тұрсынбек, Мөлдір, тағы 5-6 адам қонуға баратынбыз. Бүйтіп бір-бір көрпелер тастап жата беретінбіз. Көзіңе неге жасалды? Ол да бір бақыт қой. Бақытқа осылай қол жеткізу, ол әрбір адамның басына бұйыратын бақ емес. Бақытты еңбегің сіңіп жеткен, ол орны бөлек. Тұрсынбекті үй шаруасына жолатқызбайды дейді, рас па? Неге? Ол дұрыс емес. Ол қазаққа тән нәрсе емес. Қандай ұлтқа болсын, мен ер адамның үй шаруасында жүрген, ас бөлмесінде жүргеніне 100% қарсымын. Тіпті қоқыс шығарғанға да? Жоқ, болмайды. Егер де ер адамды бос жіберіп, тамағын дайындап қойып, үйіңді жылыстап, барынша бала-шағаңды таза ұстап, өзіңді кішкене болса да дұрыстап қойып күтіп отырсаң, үйдің ішінде береке болса, үйге келеді, ештеңеге алаңдамайды, ол дүкенге кіріп нан алу керек еді, қоқыс шығару керек еді деп отырмаса, ол жұмысында өседі. Мінеки керек болса, бәрекелді. Мен енді ол өз ойым, егер де менімен келіспейтін келіншектер болуы мүмкін, әрине. Кешірім сұраймын ондай. Келесі сұраққа назар аударсақ. Осындай сұрақ болды ма менде? Жоқ, мен қарсы боламын. Мен дап-дайын әдебілеп, күшті, сүйкімді, күйеуімді ешкіммен бөлісе алмаймын. Кешіріңіздер, жоқ. Ал егер де Тұрсынбек ғашық болып қалса, саған айтса осылай да осылай, Мөлдір, көнесің бе? Жоқ. Не істейсің? Мен қызғаншақпын, Тұрсынбекке деп айтпайды маған. Мен ондайға көне алмайтын адаммын. Көнбеймін.